Бүгін сіздермен дәмі өте керемет және де қытырлақ болып келетін чебуректің рецепттерімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Біздің қамырымызға керек заттар: су, сүт, қант, тұз, разрыхлитель, сұйық май және ұн қажет бізге. Ыдысымызға суымызды, сүтімізді, сұйық майымызды, тұз, қант, разрыхлитель барлығын салып, қант пен тұз ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл жерде біздің суымыз тек жылы су болу қажет. Міне біздің қант пен тұзымыз әбден ерігеннен кейін үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Біз осылай қамырымызды ең қандырып, жақсылап илеп шығамыз. Міне дайын болған қамырымызды 10 минутқа қойып қоямыз. Міне 10 минут тынған қамырымызды алып, тағы да екінші рет ең қандырып, тағы бір басып шығамыз. Одан тағы бір 10 минутқа қоя тұрамыз. Етімізге тұз, бұрыш, сарымсақ салып араластырамыз. Тынған, ие қанған қамырымызды осылай 20 граммнан бөліп алдым. Осы бөлікті алып, жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұқа болса, біздің чебуректеріміз өте дәмді және қытырлақ болып шығады. Ортасына етімізді саламыз да, шеттен шанышқымен бекітіп шығамыз. Міне біз осылай барлық чебуректерімізді дайындап аламыз.
Міне біздің чебуректеріміз дайын, енді пісіре беруімізге болады. Майымызды қатты қыздырып, осылай екі жағын аунатып пісіріп аламыз. Майымыз қатты қызуы керек, сол кезде қамырымызға май сіңбейтін болады. Бұл қамырымыз бізде өте ерекше және өте дәмді болып келеді. Әркім өз қалауы бойынша үлкен қылып та, орташа, тіпті ұсақ қылып та жасай береді. Тек қамырын тура осы видеода көрсеткендей қылып жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне барлығын осылай қуырып аламыз. Енді біздің дәмді қытырлақ болып келетін чебуректеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.